Ел ішіндегі әдеп пен тәртіптің біреуі осы асар үмі көмектер. Көмек, асар үмі деп тағы да бірнеше бөліне береді. Соның ішінде мына асарды бұрынғы көне көздердің айтулары болатын еді. Ел асар, үй асар деп бір бөліп жататын. Үй асары деген қандай да бір адамның жеке жұмысына байланысты. Мысалы, үйін салу, қорасы суға кетті, өрт алды, тағы басқа жағдайларда, немесе баласы жоқ бір күйеу ананың үйіне көмекке деген сияқты жеке адамға. Екінші бір ел асар дейтін болатын еді. Бұл ел асар деген жалпы елдің басына түскен нәубетке байланысты. Жаңа үлкен бір өрт алып келе жатса, алдынан жаңағы түрлі ырымдарын жасап, немесе қолдан келген амал әрекеттерменен ел болып жиылып баратын. Ел асардан ер қалмас деген бір қанатты сөз болатын еді. Бұл асар деген дүниеге ешқандай адам шақырылмайды. Асар салынатындығы айтылады, хабарланады, еңкейген қарттан еңбектеген балаға дейін мүмкіндігінше көмегін жасайды. Енді қазірде асардың жағдайы қалай? Асарлатуымыз, асарға шақыруымыз, асарға баруымыз қай деңгейде, ұлттық осы құндылығымызды, болмысымызды ұстап тұрмыз ба дегенде, өкінішке қарай біз ағайындардың үйінде ел болып көмек жасайтын жұмыстар жүріп жатса да біз бармайтын жағдайдамыз. Енді біреу үй салып жатады, оған ағайыны барып көмек жасау, немесе тіл көмек болсын, қаржылай көмек болсын, жасау жағы кемшіндеу түседі. Сондықтан бұл асар амалымыз күші азайған кезде қоғамның ертеңге деген сенім азаяды.